Тыныш жүрсен осындай скриндар келіп, адам настроениесін құртады. Үшін мына жақта кездесуге келгем ғой. Ол да кішкене тұрып қалып жатырмын. Срочно қазір осы эмоциямен мына стористі салмасам, кейін баяғы Айгүл қойшы, жарайды тиіспей ақ қояйыншы, өздерімен өздері болсыншы деген оймен өтіп кете берем. Но мен дәл қазір осыны жазбасам болмайды. Енді мен бұрынғы бывший күйеуімді білесіздер ғой, Асылжанды көбісіңіз. Тыныш өзіммен өзім жүрсем, неге осындай әңгіме болып жатады? Маған скриндар келіп жатыр неше түрлі. Неге деймін да, тып-тыныш жүрген адамға тиісіп, сыртына неше түрлі әңгіме жазып, не керек бар оның? Мен бір түсінетін едім, егер де бір балаларына көмектесіп, күніге звондап жүрген болса, мен түсінетін едім егер де. Но бірақ ондай бір ешқандай нәрсе жоқ, балаларына не көмектеспейді, не звондап хабарын да білмейді, бірақ якобы типа балаларына көмектесіп жатырған сияқты нәрселерді жазады да. Зачем ондай нәрсе? Мен тимесең, сен тиме болып жүре берсең. И білесіздер, мен алиментке тоже берген жоқпын, оны қанша уақыттан бері, 5 жыл болды ма жасқанымызға. Алиментке бермесем де мен ата-енеммен, мысалы бұрын ата-енемен отношением жақсы, ол кісілермен сөйлесуіміз басқасы деген сияқты. Но именно бывший күйеуім почему-то либо мені айтпаса тұра алмай ма, білмеймін, мен ол жағын түсінбеймін. В общем, сөздің қысқасы, егер де менің оқырмандарым арасында адвокат болса, давайте осы мәселені бір сөйлесіп көрейікші. Алиментке беру туралы, себебі екі жолы бар деп естідім. Біреусі сол ажырасқанына қанша уақыт болды, сол уақыттан бастап 5 жыл ма, 5 жыл бұрынғы күннен бастап осы уақытқа дейінгінің бәрін, ақшасы бар бәрін есептеп, солай келісуге де болады екен. Немесе қазір заявление жаса, сол уақыттан бастап жүреді екен деген сияқты. Алименттің мәселесі. Давайте соны маған шығыңыздаршы, өтініш. Дәл қазір көмектеріңіз керек болып тұр. Соны бір шешіп тастау керек болып тұр. А то бұны сөйтіп жаппасақ, оказывается, тиіспей ақ қояйыншы десең, адамдар ондай нәрсені түсінбейді екен. Оларға оказывается осылайынан инстаграм арқылы еще мені блоктап тастаған ғой, мен ол кісілерді көре алмаймын да, именно маған скриндар келді. Зачем блоктап? Ақыры айтып жатсың ба, ашық айтпайынан сөйлескеніміз дұрыс сияқты. Именно Асылжан ол көреді ғой, явно. Мен саған арнаймын осы стористі, себебі сен бастаған бірінші өзіңнің там аккаунтында айтып, мен туралы мен бастаған жоқпын. Мен сен тимесе, мен тиме, бақытты болсын деп жүрген болатын. Бірақ дегенмен де сен шыққаннан кейін мен саған бұл ответкам ретінде айтып жатырмын. Мен негізі алиментке де беретін ойым жоқ еді. Енді осыдан кейін точно сотқа барамын. Намысың бар болса, керек емес еді да, ол қатың ұсап, мені қайта-қайта айта беріп, 5 жыл бойы баланы саған айтпай-ақ та, саған бір жалынбай-ақ та өзім бағып келе жатырмын. Құдайға шүкір, күш берсін Құдай ең бірінші. И бір саған балаларды запрет қоймадым да мен көруге. Келіп көрсең көр деп айтатын сен звондаған кезінде. Ал сен жақтан бір болмапты, давай мен балаларды барып көрейін, мына жағына көмектесейін, киімін алып беріп жіберейін, болмаса басқа нәрсесі деген сияқты. Сол үшін давай сотта көрсеміз деген ойдамын. Все, пока. Сағат деген 1:14 кетті уже. И бала-шағаны алып әлі жүрміз. Бізде съемка енді бітті. Вроде бы бәрі оңай сияқты көзге көрінеді. Негізі видеоны көрген кезде осындай түсіре саламын дейміз. На самом деле оңай емес. Мына жақта пробка болмас үшін түнгі 11-12-ні таңдадық. Балалар ол уақытта үйде ұйықтап жатады. Екеусі деген настроениесі жоқ, маған ренжіп жатыр. Мен сендерге самокат алып беремін, давайте сол самокат алу үшін еңбектенейік деп алып шыққам ғой енді. Бұлар вообще машинада ұйықтап қалған. Наяқа енді байқасар ұйқың ашу үшін далаға шығарып курткамен тұрғыз қойып, екеуі жылап, әйтеуір әрең дегенде түсірдік. Недовольны екеуі пока қазір. Ертең самокатты қолдарына жеткен кезде довольны болады, сол кезде айтамын ғой осыдан. Сол әйтеуір үйтіп түсірдік. Достар, бүгін маған мына жақта сыйлық келді. Тренировкада жүрсем, короче, маған звондайды курьер. Осылай сіз адресіңізді айтсаңыз, қай жақта тренировка жасап жатсыз дейді ғой маған. Енді сторисынан көрген болды ғой. Сонымен осы жақта деп енді қызық қой, не деген қандай сыйлық екенін. Сөйтсем, мына қараңыздар. Қазір ашайын. Ну, мен біліп тұрмын, примерно қандай зат. Мен тренировкада жүріп, наоборот, салмағымды бір орында ұстап тұрайын десем, істеді ғой енді. Вау. Қазір как раз үйге барып, мен чай ішемін, потому что қарным ашып тұрған еді. Тренировкадан тәтті қалай болады екен? Ну, сонда да мен сияқты тәтті қызға тәтті берген тәтті жігіт қайда осындай десең? Жігіт емес болсыншы. Енді арасында ондай эмоция болып тұрады. Рахмет, көп-көп. Бұл жақта записка жоқ, кстати, алдында. Гүл келген кезде записка болған мынада жоқ. Қолдаушыларым болса, олар обязательно Айгүл сенің қолдаушыларың деп жазатын еді. Енді дәмін көрейін, неде болса. Мынау розовый қарашы. Розовый әдемі екен, розовый дәмін. Прям свежий таңдап та. Әдемі? Күшті. Мен сіздерге мына жақта бір зат көрсетейін деп тұрмын. Мынаны қараңыздар енді.
менде мына жақта қаншама шампунь бар. Енді бұл 6 ай бойы примерно жарты жыл, даже одан көп шығар жиналып қалған шампуньдар. Енді мен сіздерге айтқан едім ғой, мен именно шашқа келген кезде, шаштың уходына келген кезде кәдімгідей қараймын, и мен бәрін зерттеген бұл шампуньдардың примерно алып алып. Енді біреусі айтады ғой, арзан шампунь алсам то же самое, қымбат шампунь мен деген сияқты. Мен бәріне құлақ асамын, давай оны көрейін, онда мынаны көрейін деген сияқты. Қымбатын да алып көрдім, арзанын да алып көрдім. Біреусі айтады, мен мына шампуньмен жудым, ол күшті екен деген сияқты. Бәрін алып көрдім ғой. И кеше де сіздерге масло көрсеттім, бір 3-4 түрлі май көрсеттім ғой шашқа жағатын. Оларды да то же самое сөйтіп. Но өзіме больше усманы ұнады, именно маслодан. Мен солай зерттеп, бальзамнан қайсы маған, маслодан қайсы, шампуньнан қайсы, бәрі маған ең күштісі болып келді. Именно шаштың уходына мен қатты қараймын. Себебі шаш бір қыздың түрі, ладно, фейс әдемі болу керек, но бірақ шаш одан кейінгі қатты қызды әдемі көрсетеді ғой. Негізі мойында шашы әдемі болып тұрса қызға бүйтіп тамсанып қарап қаламыз. Сол үшін мен шашының әдемілігін құртпауым керек. Мына жақта менде барлық шампуньдар ашылған негізі. Егер де мен бір полный болып қалып кеткен болса, значит ол маған ашылған кезде ұнамаған деген сөз. Мысалы мына шампунь примерно ортасына айтайын. Ортасынан даже көп қолданыппын. Мынаны да то же самое қараңыздар. Мына шампуньды да почти бітіріп до конца жуып. Менде обычный пантин да бар, мына жуытырса бар, оларды да жуып көрдім обязательно. Мынаңыздаршы, мынандай кішкентай шампуньдар да бар. Бәрін көргенмін, бәрін. Мына обычный осы да бар. Мына шампунь да почти бітіпті. В общем, барлық та бар мына шампуньның қарасар. Мынау да бітіпті почти. Мен өзім тестировать етіп көргенді жақсы көремін. Полезно болса да, оны сіздерге де айтқым келеді да. Өзім қай жағынан көп білем деген сияқты ғой, сол жағынан. Именно шаштың уходы шынымен де өзіме бір интересно болады всегда. Қалай, қай шашқа қайсысы дұрыс келеді екен деген сияқты ше, қандай шампунь. Последний ақшам тұрса да білесіздер ме, именно шампуньнан аямайды екен. Мен соны мыналарға қарап еще тағы да көзім жетіп отыр мына шампунь. Бұл шампуньның бәрін мен бананың астына жинай беремін ғой. Үстіне новыйын қоя беремін. Бұлар жинала береді, новыйын қоя беремін. Сонымен сөйтіп қарасам бағана осы мен айтам да, Айгүл мынаның бәрін жинамай лақтырсай мусор қылып депші, бір жағынан қимайсың, конечно, все-таки. Сол сіздерге көрсетейін деп отырмын қазір лақтырмас бұрын. Но бірақ уже мына елдегі шампунь бәрін білемін мен ше, качествосы қалай екен. Сол үшін солай сіздермен кішкене полезный затпен бөлісіп қояйын деген. Енді шашқа деген уходты жақсы көріп, неше түрлі шампунь алып, еще неше түрлі майлар алып, оның бәрін көруімде не просто так, оны сіздерге алдағы уақытта бәрін айтып кететін боламын. И сіздерден де сұрағым келіп тұр, сіздерде осыншама шампунь тоже алып, мен сияқты қолданатындар бар. Енді қызық болады өзіне. Айгүл, сен ғана ма мынандай шампуньмен жудың, или бар ма тағы адамдар деген сияқты. Көбісі мен шампунь туралы айтады. И мен сосын айтамын деп жүре береді. И осы күнге бұйырып тұр екен де, сіздер де жазып кетіңіздерші, егер де неше түрлі шампунь қолданатын болсаңыздар. Кеттік, жүгіреміз. Все, бүгін тренировка осы болып жатыр ғой, жүгіру деген. Мынау құласа да күле береді екен, не деген жақсы болады. Бізді машинаға ағып кетсе, сендер кінәлі боласыңдар. Я ничего не знаю. Қарама орайға. Әу, бар ма? Біз сендерге не біледі? Жүгіре беретін не? Жүгіре беретін біз не? Біз вообще ондай. Прям как будто это. Не дұрыс емес болып отыр, айтшы, жүгіріп жатыр қой. Осы шықпаса бар ғой шесін. Жаздық көлік киіп алып түсіріп жатыр. Ертеме әлі тағы бала туыңдар. Я. Сен есің демей ма? Қарамасам деп қарап қаратқаншысың. A few moments later.